Барлықтарыңызға сәлем. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Себебі апта сайын 3 рет арнамда видео шығып отырады. Біз осындай гипоаллергенді сабын дайындаймыз, яғни бұл гипоаллерген сабындармен балаларды суға түсіре беруге болады. Және мерейтойларға таптырмас тойбастар бола алады. Бұл сабындарды қайдан алуға болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл сабындарды Instagram парақшаларыңызда поискке мыло основа деп жазсаңыздар, көптеген бизнес аккаунттар шығады. Соның ішінен өзіңіздің қалаңыздан таңдап алып тапсырыс берсеңіздер болады. Менің қазір қолданатын сабыным осы, яғни ақ түстес сабын. Бұл сабындардың ішіне ешкі сүті қосылады. Және бұның ешқандай түссіз түрі болады. Сіздерге көрсетіп сүртіп алғандай осындай кішкентай банкілер керек болады, яғни біз сабынның барлығын бірге ертіп қоя алмаймыз. Себебі барлық сабынды бірге ертетін болсақ, сабын тез қатып қалады. Сондықтан сабынды осылай кішкентай бөліктерге бөліп алып, банкілерге бөліп салып, кішкентайдан ертіп алып отырамыз. Себебі біздерге сабын онша көп керек емес, жай-жайдан қолданып отырамыз. Сондықтан бізге осындай банкілерге кішкентай қылып бөліп алған жақсы. Және осындай силиконды форма қолданамыз. Астына тақтайды мен не үшін қойдым? Себебі формасын тік ұстап тұру үшін. Бұл формаларды сол сабынның негізін сататын аккаунттарда немесе кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Спиртті сеуіп алдым. Бұл спиртті ең бірінші сабынды құяр алдында және құйып болғаннан кейін міндетті түрде себу керек. Және мен осындай шприцтің көмегіне жүгіндім. Себебі мына сызықтарына құйып шығу үшін ыңғайлы. Сіздерге де осы шприцті қолдануға кеңес етемін. Кез келген өздеріңізге ұнаған бояумен сабынды бояп алуға болады. Яғни бұл бояуларды кондитерлік дүкендерден аламыз. Және сабынға өздеріңізге ұнаған иістендіргішті қосыңыздар. Яғни мен иістендіргіш қосқан жоқпын, себебі маған иіс ұнамайды. Сондықтан мен сабынға иістендіргіш қоспадым. Яғни бұл иістендіргіштерді эфирный масло деп кез келген дәріханалардан сатып алсаңыздар да болады. Және осы сабынның негізін сататын аккаунттарда да иістендіргіштер сатылады. Спиртті мейлінше көп қолданыңыздар, көбірек себіңіздер. Яғни спиртті көп себуден қорықпаңыздар. Спирт бұл сабындардың арасындағы ауаны алады және бұның қауіпсіз болуына көмектеседі. Сабынды ыстық күйде құймаңыздар. Бұны тек сабынды 3-4 секундқа ғана микроволновкада ысытсаңыздар тез еріп кетеді. Яғни 5 секунд, 6 секундқа қарай уже созылатын болса, сабын сыртқа қарай қайнап ағып кетуі мүмкін. Сондықтан сабынды 3 секундтың ішінде ертіп алсаңыздар да болады. Яғни қатты ыстық күйінде сабынды құятын болсаңыздар, астына құйған жаңағы сызықтарға құйып шыққан сабынымыз еріп кетеді. Сондықтан сабынды қатты ыстық күйінде де және салқын күйінде де құюға болмайды. Сабынның барлығын құйып болғаннан кейін сабынды бөлме температурасында 30-40 минут аралығында бөлме температурасында қатырып аламыз. Яғни бұны холодильникке немесе терезе алдына қойып қатыруға болмайды. Яғни бұның іші қатса сырты, сырты қатса іші қатпауы мүмкін. Сондықтан толықтай қату үшін бөлме температурасына қою керек. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі апта сайын арнамда 3 рет видео шығып отырады.